Хабарымыз жалғастырамыз. Маңғыстау өңірінде амал мерекесі 2 күн бойы тойланды. Ал жақыннан келген халық арқа-жарқа болып, қазақы қаймағы бұзылмаған өлке ұлттық ән мен күйге бөленді. Киелі аймақтың ең биік шоқысы Отпантау басына 2 күн ішінде республиканың түкпір-түкпірінен 10 мыңға жуық халық келген. Енді келесі жылы шараны Ақпан руы ұрпақтары ұйымдастырады. Бұл жер аяғы кеңіп, тіршіліктің жаңадан түлеуге бет бұрған күні. Алатаңмен жасы кішілер отпанда тігілген киіз үйлерді аралап, ақсақалдар мен ақжаулықты әжелерге барып, амандық саулық сұрап көрісуді бастады. Үлкендер кішілерге бір жасымен, өмір жасың ұзақ болсын деп ерекше мейіріммен батасын берді. Дәл осы күні Маңғыстаудың әр үйінде дастархан жайылып, ұлттық тағамдар қойылады. Тұрғындар бір-бірімен құшақ жай амандасып, өкпе ренішті кешіреді. Қайтарып өктем, шарпыйды жерді, ып-ыстық оттем. Қош келдің бізге, төрлетші енді, сұлудай көркем, жасанған көктем. Осы жылы амал мерекесі кең көлемде аталып өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша 12 ата байұлы ұрпақтары бірігіп, шараның жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан. Рухани шарада қазақ даласының өнері, салт дәстүрі, ұлттық болмысты бейнелейтін қойылымдар қойылып, ән мен жыр термеден шашу шашылып, ұлттық өнердің тиегі ағытылды. Қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Бүгінгі мереке бұрынғыдан гөрі ауқымдырақ болып жатыр. Ауқымдырақ, сосын мына біздер мына құсбегі болғаннан кейін, ұлтымыздың спорты болғаннан кейін, мына рухани жаңғырып, мына тойға келіп жатқан жағдайымыз бар. Ал ұлыстың ақ мол болсын. Ұлыстың құтты болсын. Өңірдегі амал мерекесін арнайы тамашалауға келгеннің бірі Асқар Шорабаев. Елбасының замандасы келесі жылы Оралда осы шараны ұйымдастыруды жоспарлайды. Сондықтан Оралдағы тәзікет ұрпақтарын бастап келген. Ең бірінші ойымыз бұл деген мына соңғы өсіп келатқан жастарға тәрбие беру, жастар танысын, бір-бірін руға бөлінбей, бүкіл халықтық мейрам болсын деген сондай ойменен келіп жатырмыз. Келесі жылы Алла қаласа сол Орал бойында өзіміздің бүкіл халықтық мейрам өткіземіз деп, осы жерде бірталай ауданнан, мәдениет жағынан жігіттер алып келдім. Тыңдаушының құлақ құршын қандырып, халықтың рухани ұйытқысы болған кешті бүгін Айгүл Қосанова жүргізді. Жыр кешіне Астанадан келген Күміскөмей дүлдүл жыршы, күйшілер қатысты. Концерт соңында Алматыдан арнайы келген Хангелді шебер өз қолынан шыққан нарқобызды Отпан мәдени кешенінің мұражайына тапсырды. Қазақ болады тіліменен, қазақ болады жырыменен. Ассалаумағалейкум ағайындар, құттықтаймыз сіз дамал күніменен. Отпанда баршасы қазақ біріксе деп, күні түні қобыздай күңіренем. Алыс жақыннан келген халық амал мерекесімен құттықтады. Амал мерекесіне шақырылып, осыған тұңғыш қатысуым еді. Соны Шалқар ауданынан келіп тұрмын. Мереке өте қызықты өтіп жатыр. Өте тамаша. Нағыз қазақтың салт дәстүрін еске түсіріп тұр бұрынғы. Ұлытау деген жерден келіп отырмын. Енді мына Маңғыстауда осы амал тойы мерекесі жылда атап өтіледі екен. Біздің жақта бұндай жоқ. Бірақ осыны көріп үйрену үшін, қабылдау үшін, өз елімізде сонысын тарату үшін арнайы келіп отырмын. Жалпы бұл амал мерекесі осы Маңғыстауда өтіп жатқан тек қана қазақ халқына емес, жалпы түркі халқына. Түркі халқынан сыртта мынау Ұлы Евразия даласындағы көшпелі мәдениетіне қатысы бар халықтардың бәріне үлгі болатын іс-шара екен. Маңғыстаудың сан қилы сағатында бірлік отын жаққан өлкеміздің ең биік шоқысы Отпантау басында дүбірлі той осылай кең көлемде атап өтілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша 2 күнде мұнда 6 мыңға жуық халық келген. Амалдан амалға, жылдан жылға аман есен жете берейік. Айгерім Ашықбаева, Абайжан Ысбаев, Айнақпарат.